IT технологиялар кафедрасының арнайы пәндер оқытушысы Белекеева Гүлім Маратқызы. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы векторлық редактор құрылдырауде логотип жасау. Логотип дегеніміз фирманың немесе ұйымның өз тауарын, өнімін, бұйымын таңбалау үшін ұдайы пайдаланатын тауар белгісі. Логотиптердің түрлері. Әлемде логотиптер өте көп, бірақ олардың барлығын шартты түрде 4 негізгі түрге бөлуге болады. Мәтіндік логотип, логотип белгісі, аралас логотиптер және эмблема. Мәтіндік логотип атауынан көрініп тұрғандай, бұл логотипте мәтін бар, компанияның белгілі бір шрифтпен жазуы. Кейде мұндай логотип кішкентай көркемдік элементтерді қамтуы мүмкін. Логотип белгісі бұл көрініс, сурет белгіге негізделген. Аралас логотиптер бұл логотипке сурет және компанияның атауы жазылған. Эмблема логотиптің анағұрлым күрделі көрінісі. Эмблемалар әдетте компанияның атауын және оны сипаттайтын графикалық элементтерді біріктіреді. Сонымен қатар жоғарыда аталғандардың барлығы белгілі бір нысанда берілген. Тиімді логотипті жасауда келесі ережелерді сақтаған жөн. Қарапайым болу, түстер үйлесімділігі, оқуға оңай, тез есте сақтау, жақсы әсер қалдыру, функционалды болу және креативті болу. Қазір мен сіздерге Adidas компаниясының логотипін құрылдырау бағдарламасында әзірлеу жолдарын көрсететін боламын.